махаббат ертегісі 7 және 12 бөлімдегі эпизодтарды сіздерге қысқаша шолып баяндайтын боламын. Жампеза әкесіне: әкеші, мені құтқаршы, сен мені тірілей көмейін деп тұрсын десе де, әкесі еш уақытта құтқармайтынын айтты. Ал мұнда комиссар бастығы Орхан операциялардың болатынын біліп, алдын ала өздерінің серіктесі қылмыскерлердің серкелеріне хабарласты. Олар тауарды дереу тығып үлгерді, яғни үлкен көлемдегі есірткі. Ал мұнда Жампеза қайғырып отыр. Бірақ осы кезде оның көз алдына Махир келеді. Махир кіріп келгенде қатты қуанады. Мені құтқаруға келді деп. Алайда Махир некеге куәгер ретінде қатысты. Мұнда Орхан тезірек звондап, телефонын көтермей жатыр. Сабашқа звондап жатыр. Яғни Махирдің әкесін өлтірген кішкентай бала қазір үлкейіп есейген Сабаш. Ол Куршаттың оң қолы және баласы сияқты. Ал тойдан кейін Куршатты және қызымен күйеу жігіті гелик машинасына салып өте қатты жылдамдықпен келе жатыр. Солай келе жатып айтады: Махир сенің ешқашанда сүйген емес, ол сенің жауың. Махир сенің әкең Махирдің әкесін өлтірген деп бар шындықты осы жерде естиді. Алдарынан қаққайып кетпей тұрған, жолды жауып тұрған Махир әдейі Махирды түрмеге отырғызу үшін әдейілеп соққы жасайды және машина апатын ұйымдастырады бұл күйеу жігіт. Осы кезде барлығы құлап және Жампезаның әкесіне қастандық жасайды. Оны әрине күйеу жігіт істейді, өйткені оның өлгенін тілейді. Бірақ өкінішке орай үшеуі де тірі қалады апаттан. Әзірге осылай көрсетіп жатыр. Ал мұнда Стамбулда әлі Сланың әкесі оларға сес көрсетіп жатыр. Менің қызымды қашан Махир келіп алып кетеді, қашан екеуінің үйлену тойы болады деп. Намыспен мәселесі. Ал мұнда ауруханаға жаныша жүгіріп келген Жампеза мен күйеу жігітті көреміз. Бірақ бұлардың некелері осы жерде жалған неке екенін анықтады. Больницада жатқан Махирдің анасы да бар еді. Махир анасына жылап, менің қолымнан ештеңе келмеді деп жылап отыр. Өйткені Махирді айырған өзінің жұмысынан, полициялық міндеттен айырды. Ал мұнда Махирдің әжесі мен атасы отыр. Тезірек ол баланы әкелуіміз керек дейді. Жампезадан кешірім сұрап, мен сені әлі де сүйемін, сен менің қалыңдығым болуың керек деген Махир оған сақинасын береді, бірақ Жампеза алмайды. Сосын Махир еш ойланбастан Жампезаны медиктердің көмегімен алдап шақырып, жоғарыға төмен түскен кезде алып қашады. Ал мұнда Сабаш пен оның күйеу жігіті, яғни жалған күйеу жігіті Жампезаны алып қашып бара жатады. Сен мендіксің, сен енді ол жерде қалмайсың. Өйткені сенің жалған некедегі күйеу жігітің саған қастандық жасайды дейді. Бірақ Жампеза тыңдамай басқа адамдардың көліктерінен мініп кетеді. Мені бір жерге апарып тастаңыздаршы деп. Алайда жолда оған қашып кеткеннен кейін өзінің ағасы деп санап жүрген Сабашқа телефон соғады. Ал оның қасында әлгі жексұрын күйеу жігіті бардығын. Сабаш мені алып кетші деп звондап жатқан кезде Сабаш шындықты айтады: тез қаш, менің қасымда сенің күйеу жігітің бар дейді. Бұл өте қылмыскер болып Сабашты ата салады, еш ойланбастан. Сол кезде Жампеза жылайды. Енді не істедім, мен не істедім деп айқайлап жылайды. Содан алдынан Махир шыққанда Махирді құшақтап алып, нақты Махирмен кетуге шешім қабылдайды. Ал мұнда Махирдің көкейдеп жүрген нағыз сатқын екен. Ол осы қылмыс әлемінің сатқыны және бірігіп алған. Стамбул қаласын көрсетіп, Стамбулда Махирдің анасын Махир әжесі еріксіз күштеп алып кеткен екен, және оны үйіне қойып қалған. Өйткені Махир келу керек. Осы жерде үніңді өшір, сен менің баламды тартып алдың деп кемпір сөз көрсетіп, қинап ұстап отыр. Ал Махир Стамбулға келді. Енді қайда барарын білмей, амалсыз жаңа анасы атасының үйінде болғаннан кейін сол жаққа Жампезаны апарады. Өйткені Жампезаны қылмыскерлер әлем ұстайды. Осында атасының үйіне келеді. Жампеза таңғалады: сенің мұндай атаң бар ма еді деп. Ол да мен таңғалады, менің алғаш рет келіп жатырмын деп. Барлығы Махирді күтіп алып тұрған кезде ойлайды Махир жалғыз келеді деп.
алайда махир өзінің қалыңдығы жанпизаны да ертіп келіп және қолынан ұстап барлығын таңғалдырады. Осы кезде қызметкерлер де аңқиып ауыздары, тіпті сыланың өзі таңғалып қалады. Ойлайды ғой, бірден келеді екен деп. Кемпір таңғалған соншалық есінен танып қалады. Махир дереу мамасына барып, мамасы жылап екеуі қауышады. Бірақ жанпизаны көргенде, пері қыз, сен де бұл жерде ме едің? Мен қатты қуанып тұрмын деп екеуі бірден дос болып кетеді. Махирдің қайтып кетіп қалмауына барлық қамтамасыз жасап, кемпір мен атасы осы үйде қалуын қатты өтінеді. Махир еш ойланбастан келіседі, өйткені басқа баратын жерлер жоқтығын, тіпті өзінің жұмысынан да айырылды. Бірақ осы жерде атасы мен әжесінің барлығын, әкесінің қалай сағынғанын айтып жеткізіп жатыр. Қалыңдығымен келген махирді ешқандай үміт жоғын білген жылап жатыр. Әке, енді мен не істеймін? Мен енді өлемін бе дейді. Алында махир өзінің атасының үйіне келгенін айтып, көкесіне айтты. Негізі көкесі сатқын екен. Нағыз көкесі әкесін де өлтірген болуы мүмкін. Өйткені ол мына қылмыстық баскесермен бірігіп алған. Солай махир мен жанпизаның қайда екенін оған айтып қойғаннан кейін, ол оның жақын құрбысын, әжесін және үйіндегі қызметшілерін кепілдікке алып жанпизаны шақырады. Егер келмейтін болсаң, сабашы сияқты бұларды да атып тастаймын дейді. Қорқып кеткен жанпиза не істерін білмей амалсыз баруға кетті. Бірақ оның бара жатқанын махир көріп қалып, ізінен машинамен қуды. Солай ал жанпиза арнайы оны күтіп алған баскесер күйеуінің оны кепілдікке алып, қалғандарын босатамын деді. Осы кезде махирдің көке деп жүргені келіп, бұл баскесерді атады. Кейіннен олар үйге келген кезде осы кісі, яғни сыланың үлкен атасы келеді. Қане шығыңдар, мен сендерді өлтіремін. Сендер біздің намысымызды таптадыңыздар дейді. Сондағы намыс деп жүргені ол сыланың жүкті болғаны және жүкті сыланы өздеріне келін етіп алмаған үшін. Кино өте қызық, сериал жалғасы бар.